23 маусым Қазақстан полициясы күні. 2007 жылы маусымның 5-інде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен маусымның 23-ін полиция күні деп бекітті. 1894 жылы 23 маусымнан бастап халықаралық олимпиадалық жүгіру күні атап өтіледі. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, 1993 жылы Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың қаулысымен Алматы шет тілдері педагогикалық институты Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті болып қайта құрылды. 1995 жылы Баку қаласында Абайдың 150 жылдығына арналған мерейтой өтті. 2000 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстанның бірінші президенті Назарбаевқа арналған «Жыл адамы» атты академиялық кітап көрмесі салтанатты түрде ашылды. 2009 жылы Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы деп аталатын кітаптың таныстырылымы болды. 2010 жылы Иорданияның астанасы Аман қаласында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне көшені салтанатты ашу рәсімі өтті. 2010 жылы Душанбеде Тәжікстан журналистерінің одағында тәжік тілінде пантонома деп аталатын Абайдың қара сөздері кітабының тұсаукесері өтті. Есімдерге келер болсақ, 1908 жылы музыка зерттеушісі профессор Петр Аравин дүниеге келді. Ресейдің Пенза облысында туған. Мәскеу консерваториясының музыка тарихы және теориясы факультетін бітірген. 1938-1940 жылдары Архангельск қаласындағы музыка училищесінде және филармонияның халық шығармашылығы бөлімінде жұмыс істеген. 1941-1945 жылдары Отан соғысына қатысқан. 1946-1948 жылдары Кишинев консерваториясының директоры болған. 1948 жылдан өмірінің соңына дейін Алматы консерваториясында ұстаздық еткен. 1924 жылы техника ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Руфина Исакова дүниеге келді. Алматы облысында туған. Қазақ тау-кен металлургия институтын бітірген. 1947-1994 жылдары Қазақстан ғылым академиясы металлургия және кен байыту институтының аға ғылыми қызметкері, зертхана меңгерушісі қызметін атқарған. 1991 жылдан осы институтта бас ғылыми қызметкер болып істейді. 1889 жылы орыс ақыны, аудармашы Анна Ахматова дүниеге келді. Киевтегі жоғары әйелдер курсында, Киев университетінің заң факультетінде оқыған. Кеш атты алғашқы өлеңдер жинағы 1912 жылы жарияланды. Кейін Жел мені жерле, үйеңкі ән поэтикалық жинақтары жарық көрген. 1955 жылы актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Нұрзада Тәшімова дүниеге келді. Шымкент қаласында туған. Қазақ академиялық драма театры жанындағы студияны бітірген. 1974-2005 жылдары Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрының құрамында болды. 2005 жылдан бастап Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының құрамында еңбек етеді. 1960 жылы экономика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі Атырау бөлімшесінің директоры Қозыбақ Құлбарақов дүниеге келді. Қызылорда облысы Арал ауданында туған. Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтын, Алматы халық шаруашылығы институтының аспирантурасын бітірген. Республикалық бюджеттік банк облыстық басқармасының басшысы, қаржы мекемесінің облыстық басқармасы бастығының орынбасары, Атырау облыстық экономикалық басқармасының басшысы қызметтерін атқарған. 1941 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры әрі көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының халық әртісі, өнертану ғылымының профессоры, тәуелсіз платиналы тарлан сыйлығының иегері Есмұхан Обаев дүниеге келді.